болған жоқ. Біреуге жақсылық жасағанды жаны сүйетін. Бірде үйге бір топ жігіттер келіп, әкеме алғыс айтып ризашылықтарын білдірді. Сөйтсе олар түрмеде жатып, әкемнің өлеңдерін оқып, содан тәлім тәрбие алыпты, мінез құлықтарын түзепті. Тіпті әкеммен хат алмасып тұрыпты. Олардың іздеп келгеніне әкем кәдімгідей риза болып қалды. Әкем еңбекқор еді. Шабыты келсе күй талғамай жаза беретін. Жақсы өлең жазса балаша қуанып, барлығымызды дауыстап шақыратын. Анамыз қазақ тілі мен әдебиетінің маманы болғандықтан, ең әуелі жарының пікірін сұрайтын. Сол кезде арқалана өлең оқыған сәттері әлі есімде. Ол кісінің құлаққа жағымды қоңыр дауысы бар еді. Алматыға алғаш келгенде бокспен де айналысыпты.